Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Иблис айтқан: "О Раббим, мен өзіңдің ұлылығыңа ант ішіп айтамын. Мен пенделеріңді азғырта беремін денелерінде жандар еле болса." Аллах Тағала аға жауап берген: "О малун, мен аларды кешіре беремін. Алар истихфар айтып кешірім сұрашса." Ата бин Халид айтады: Құрандағы бұл аят түшкенде күнәлерді бір ғана Аллах Тағала өзі кешіреді. Алар жасаған біліп тұрып күнәлерін улантпаса. Ушыл аят түшкенде Иблис чыдай албай қиқырып жүгірген. Башына топырақ чачып, өзіне өлім тілеп аскерлерін чақырған. Аскерлері анын үнін ұғып, құрғақтықта болса да, деңізде болса да, бардығы топталып келішіп айтышқан: "О біздің мырзауыз, сізге емне болды?" Иблис айтады: "Құранда бір аят түшті. Бұл күнден кейін ешбір адам баласына жасаған күнәсінің зияны тибейді" дегенде, ал емне екен деп сұрашқанда, Иблис түшкен аятты аскерлеріне айтып береді. Алар айтады: "Сіз қапаланбаң. Біз адам баласына напсинин қалу ешіктерін ашып қоямыз. Алар напсиси қалаған іштерін жасайбыз" деп алек болып, тоба қылуға, истихфар айтуға бошашпай, біз тура ақиқаттауыз деп ойлап жүре берішет дешкенде, Иблис разы болып қалады.